достар, бүгін біз сендермен сурет салу байқауын өткізбекпіз. Бірақ байқау туралы айтпас бұрын менің сендерге айтатын өте қызықты ақпаратым бар. Сендер дүниенің неден тұратынын білесіңдер ме? Ал мен бүкіл әлемді түсімде көрдім. Ол бізді қоршап тұрған сияқты. Бізді қоршаған әлем үлкен тауарлардан, жасыл талдардан және біздің қамқоршы достарымыздан құралған екен. Мен ол түсімді ешқашан ұмытқым келмейді. Ал сендер әлемді қандай деп ойлайсыңдар? Меніңше, мені қоршаған әлем деген үй сияқты төрт бұрышты. Оның бір бұрышында біз мекен етеміз. Жоқ, ол домалақ. Және нем айналып тұрады. Мен оны үлкендерден естігем. Қалайша? Егер ол домалақ болса, біз неге құлап қалмаймыз? Ал үйлер қалай тұр? Әйгерім, Сұлтан, Айзерек, достарым, бізді қоршаған әлем өте үлкен. Міне, біз мұндамыз. Біздің өмір сүріп отырған жеріміз, еліміз Қазақстан. Міне, алақай, елордамыз Астана! Достар, сендердің сурет салуға деген талпыныстарың қалай? Сурет салу баланың ой өрісін дамытады дейді. Ендеше біз бүгін сендердің суретшілік қырларыңды байқаймыз. Кім қоршаған әлемнің суретін көркем етіп салса, сол балақайды арнайы жүлделермен марапаттамақпыз. Сендер салған суреттің бағасын біздің кішкентай телекөрермендер беретін болады. Достар, сурет салуға 2 минут уақыт беріледі. Осы уақыт ішінде өздеріңнің ойларыңды қағаз бетіне түсіресіңдер. Бір ескертетініміз, суреттің сапасы мен мағынасына зер салыңдар. Өйткені сендер салған суретті миллиондаған көрермендер тамашалап отыр. Әрқайсымыздың суретіміз бір-бірімізге ұқсамауы керек. Байқау шартымен танысып болсақ, бәріміз сурет салуды бастайық.
Достарым, бағдарлама басында мені қоршаған әлем табиғат. Сондықтан мен табиғаттың суретін салдым. Орман, таулар, өзен, көлдер. Ал менің отбасым мені қоршаған ортам. Суреттегі менің ең жақын адамдарым. Біздер ең әдемі қалада өмір сүреміз. Мен ай сайын бәйтерекке барамын. Маған Астананы бәйтеректен қараған қатты ұнайды. Иә. Достарым, бағдарлама басында суреттерінің бағасын көрермендер береді. Ендеше, көрермендердің бағасын білу үшін экранға назар аударайық. Мінекей, достар, бүгінгі сайыста достық жеңді. Көрдіңдер ме, балалар? Біздің достығымыз берік болған кезде ғана жеңіске жетеміз. Сондықтан бір-бірлеріңе дос болып жүріңдер. Ал сендердің суреттеріне берілетін жүлделер мекен жайларыңа келеді. Сондықтан көрермендерімізге мекен жайларыңды немесе өздерің барып жүрген бала бақшаларыңды айтыңдар. Мен Астанада тұрамын. Менің туған жерім Шымкент. Өзім Қызылордада тұрамын. Мен Алматы қаласының маңындағы Бесағаш ауылында тұрамын. Ақылды достарым менің, біз бүгін өзімізді қоршаған әлемді таныдық, суретін салдық. Сендер салған суреттердің барлығы дүниені құраушы бөлшектер ғана. Ал шын мәнінде әлем әйгерім айтқандай дөп-дөңгелек, шар тәрізді. Әлем әрдайым қозғалыста. Ол көптеген мемлекеттерден және түрлі табиғаттардан құралған. Балалар, сендер салған суреттер өте әдемі. Ендеше осы көңіл күймен бәріміз бірге ән салайық. Алаң, біз қандай ән айтамыз? Бәріміз жақсы көретін рахмет саған отаным ән орындаймыз. Экранның арғы бетіндегі балақайлар да бұл әнге қосылады деп үміттенемін.